Абай облысы әкімінің аппараты құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің басшысы лауазымына Назерке Аққожина тағайындалды. Назерке Мәулетқызы осыған дейін Семей қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы қызметін атқарған. Абай облысында жаңа оқу жылында 4 жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Бұл туралы Абай облысының әкімі Нұран Ранхаев үкімет отырысында хабарлады. Білім беру нысандардың жылу беру маусымына дайындығы 97%-ді құрайды. Мектебі жоқ 156 елді мекеннен 3137 оқушы тасымалдаумен қамтамасыз етіледі. 157 балабақша мен 202 шағын орталық мектеп жасына дейінгі 25305 баланы қабылдауға дайын дейді аймақ басшысы. Ағымдағы жылы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі бойынша 4534 грант бөлініп, қазіргі таңда облыста жалпы контингенті 17900 студент болатын 3 жоғарғы оқу орны жұмыс істейді делінген үкімет отырысында. Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театрында Мұхтар Әуезовтің Абай трагедиясының желісі бойынша ғажайып трагедиясы атты психологиялық драмалық қойылым сахналанды. Бұл қойылымда Абай шығармашылығы мен ойшылдығы сөз болып, жан дүниесі суреттеледі. Ажар мен Айдардың тағдырына араша түскен Абайға қара халықты қарсы қойған Оразбайдың бет-пердесі әшкереленіп, жан дүниесімен арпалыса бастады. Осыдан кейін ақын қазақ ұл қыздарының бас бостандықтарын алып беру үшін 74 баптан тұратын заң жазады. Абайдың өзі сенген шәкіртінің бірі Керімді даугер етіп дауға қояды. Керім өзінің пендешілігін жеңе алмай Абайдың алдында жақсы адам болып көрінгісі келіп, Айдардың өліміне себепкер болады. Спектакльде Абайдың өзін-өзі қалай жеңгендігі абсурдтық бағыттар арқылы көркемделген. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев Жақия Шайжүнісов атындағы орта мектебіне барып, жаңа оқу жылына дайындық жұмыстарымен танысып қайтты. 460 орындық мектепте қазіргі таңда 370 бала білім алуда. Аудан орталығы Көкпекті ауылында 3 балабақша болғанымен, 60-қа жуық бүлдіршін балабақшаға баруға өз кезегін күтуде. Осы орайда аудан басшысы өзінің орынбасары Марат Теміржановқа аудандық білім беру бөлімімен бірлесіп, Жақия Шайжүнісов мектебінің жанынан шағын орталық ашу туралы білім беру басқармасына ұсыныс жолдау қажеттігін жеткізді. Жалпы алғанда ауданымыздың барлық балалары балабақшаға баруы керек. Біздің міндет балалардың балабақшаға баруы үшін толық жағдай жасау деді аудан әкімі Ділдәбек Тәжібайұлы. Сақ болыңыз, коронавирус. Қазақстанда өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырудың 789 жағдайы тіркелді. Өңірлер бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 178, Алматы қаласында 79, Шығыс Қазақстан облысында 23, Абай облысында 6 адамнан коронавирус анықталды.